Қасиетті жұма күнге арнап ешқандай да ашытқыны, разрыхлителді соданы пайдаланбай өте жемді бар жоғы 15 минутта шелпек дайындаймыз. Ол үшін бізге сүтіміздің үстіне 2 дана жұмыртқамызды, жарты шай қасық тұзды, 2 ас қасық қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Және де осылай ұнымызды салып, алдымен венчикпен араластырып алсаңыздар болады. Кейін қарай қамырымыздың басы біріккеннен кейін қолымызбен қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, біраз 5 минутқа тұндырып қоямыз. Тұндырып болғаннан кейін қамырымызды алып, азындай ғана ұн сеуіп бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде шағын ғана бөліп алдым. Сіздер қалауынша үлкендеу бөлсеңіздер болады. Барлығын бөліп болғаннан кейін шетіне қарай қойып, біраз тағы да бетін жауып қоямыз қатып қалмас үшін. Әр бөліктерімізді алып, азындай ұн сеуіп, осылай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Міндетті түрде табамыздағы майымызды қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін осылай қызартып, екі жағын пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Сондай-ақ достар, YouTube арнамда бұдан да басқа өте керемет рецепттер бар. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.